Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Нұрсұлтан Назарбаев, болашаққа бағдар рухани жаңғыру жолдауынан. Бұл тұлға туралы ақиқатта аңыздар көп. Әлемді өзінің күшімен таңғалдырған қарапайым қазақ баласы. Ұлтын шетелге танытқан алғашқы спортшы, күш атасы. Мұның бәрі Қажымұқан Мұңайтпасов туралы. Таяуда палуанның туғанына 150 жыл толады. Осы айрықша датаға орай жауырыны жерге тимеген спортшы туралы тарихи материалдар мен архивтегі бейне кадрларды көтеріп, тұлғасын тереңірек танытуға тырыстық. Мұңайтпасұлы Қажымұқанның үйінде қонақта болған қазақтың филолог ғалымы Әуелбек Қоңыратбаев палуанның физикалық өлшемдерін жазып алған. Сол кезде 75 жастағы палуан жалаңаш тұрғанда 174 келі тартқан. Шалбарының өзіне 3 метр мата, көйлегіне 6 метр сырып кетеді екен. Бойы 195 см, төбеден белге дейін 77 см, белінен аяғына дейін 118 см, кеудесі 146 см, табаны 135 см, аяқ киімі шамамен 54 өлшем. Шалбарының белдігі 220 см, жауырынның жалпақтығы 60 см болған. Қажымұқанның теңдессіз күштің иесі болғанына мына бір оқиға дәлел. Бірде палуандарға үлкен сейфті апарып тастау өтініші түскен болатын. Жолдастарының бұл жұмысты атқара алмай жатқанын көрген Қажымұқан арқанын жіптің көмегімен сейфті арқасына салып алып, екінші қабатқа көтеріп кеткен. 1944 жыл Ленинград майданы аспанында ерекше ұшақ пайда болды. Өзіндік айрықша белгілер бар. Отан үшін, Сталин үшін деген жат тұрандардан бөлек таңба жазылған. Бір бүйіріне қазақ батыры Амангелді Имановтың, екінші жағына палуан Қажымұқанның есімі жазылған. Бұл ұшақты Қажымұқан Мұңайтпасов өз ақшасына жасатқан болатын. Майданға қосқан жеке үлесі. Батырдың аңызға толы өмірінде бұл ресми тіркелген деректердің бірі.